Кеш жарық барсаңызға, бүгін бізде күн 19 қаңтар, сағат қазір 6-дан 5 минут кетіп жатыр. Қай жыл өтсін ба? Мен мына жерде бар 6-дан 4 минут кетіп жатыр. Енді қазір бізде Яндекс.Про бойынша жоспарлы слотымыз бар. Сағат 6-дан сағат 8-ге дейін, яғни 2 сағат. Қазір бізде кешігу жүріп жатыр слотымызға. Өйткені біз негізі 6-да шығу керекпіз, 5 минут 6 минутқа қарай етіп бара жатыр. Тук-тук-тук-тук-тук. Опа, 6 минут машина енді қосылды. Енді шыға берсек болады. Кішкене пешті қосайық. Бастау деп баста жер, слотты бастайық дейді. 0,8 коэффициентке дейді. 0,8 коэффициентпен беріп жатыр. Слотты алғанда 0,8 коэффициентпен алыппын мен. Демек, маған тапсырыстар жақсы түсу керек деген ойдамын. Қазір сағат 6-дан 6 минут кетті. Міне қосылдық Нұрдәулет деген территорияға, Нұрдәулет мешітінің территориясына. Қала бойынша коэффициент, ешқандай коэффициент көрсетіп тұрған жоқ. Тек кептеліс 5 балл көрсетіп тұр. Жолымыз болсын. Енді осы жерде күте тұрамыз. Біз қазір дәл қазір Сәңгөй Батыр көшесінде тұрмыз. Сәңгөй Батыр даңғылында. Қазір енді келесі тапсырыс қабылданды. Уже жетпей Бургер Кинг дейді. Мына жердегі Бургер Кинг заправкаға үшін разворот жасау керекпіз біз. Опа, мынаны алып түсу керек осыны. Оңға бұрылыңыз, солға бұрылыңыз деп. Қазір алып тұрамыз. Кеттік алғашқы тапсырысқа. Жұмыстан шығып бара жатқанда ыстық шайымызды құйып алдық. Қазір енді тапсырысқа бара жатырмыз. Осылай Ақтөбе қаласы бойынша Сәңгөй Батыр даңғылы осылай пробка басты. Мына машина ойнап жүр, былай да былай. Мені алдыма түсіп еді, енді былай жүгіріп жатыр. Ана жерге барып қадалады қазір бәрі. Айттым ғой. Ой. Енді бер қай кіріп жатыр ол. Ай, картап. Алғашқы тапсырысты алдық. Ол бізде 9 минут көрсетіп тұр. 2 шақырым дейді. Осы Батыс екі ауданы. Сөйлей берсін. Айтпесе, өзім де отырып жындап кетеді жаным. Батыс екі ауданына барамыз. Мәңгілік елге түсеміз дейтін де тікелмені жүрейік. Мәңгілік ел болатын болса ортасымен жоқ осы жүрейік. Осылай жай-жайдан тасы ереміз ғой. Біздің қанша сағаттымыз өтіп кетті уже 8 минут. Алғашқы тапсырысты аяқтадық. Ол бізде 767 теңгеге шықты. Бұл таза табысы. Енді қазір күтіп отырмыз слоттың аяқтауына, жоспарлы слоттың аяқтауына 1 сағат 25 минут 10 секунд қалды. Күнден ұзғып тұр. Елде клиенттер аз ба, жоқ әлде курьерлер аз ба, жоқ әлде тапсырыс сол жақтан қайтадан түсіп тұр ма? Міне қайтадан Бургер Кингке бара жатырмыз. Негізі мана мен тапсырыс алып бара жатқанда ол жерде Бургер Кингте алынбаған. Менің тапсырысыммен есептегенде алты тапсырыстай ма тұрды негізі сол жерде. Демек сол жерден тапсырыс қайта түсіп жатыр деген сөз. Яғни курьер аз болып тұрған сияқты соған қарағанда. Күн минус 11 градус көрсетіп тұр, бірақ суық сияқты, ойдей суық сияқты, қазір көрейік шыққан екен. Ощущается как минус деп істейтін еді ғой. Мінекей, ощущается как минус 19 дейме. Өтірік жоқ, 19-тен де салқын сияқты күн. Бірақ алдында вообще салқын болды бізде. Жел қатты болды да, содан минус 30, 35, 38-ге дейін болды ғой, желдің ықпалынша. Енді қазір минус 19 көрсетіп тұр. Түнде минус 17-ге дейін түседі дейді. Түнде сегодня вечер минус 24 дейді. Сіздерде ауа райы қалай? Өздеріңіз қалаларыңызбен, тұрғын мекен-жайларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, ауа райы қалай? Мүмкін оңтүстік болса тіптен жылы шығар. Мен Атырау жағында болдым. Атырауда да салқын болады негізі. Салқын болады, андай салқын болады. Прям ондай қара суық болады ғой. Ол вообще денең тесіп кетеді ғой. Сондай салқында бұрын жұмыс істедік біздер. Бақтыда жүргенде. Ана жерде тіпті мане, обал екен. Әр жағынан өтеміз жерінде.
иә жеңілдік берсін жігіттерге. Кеттік. Яндекс Проны түсінбей өтетін шығармын. Яндекс Иданы. Неге тапсырысқа желіге шыққанда неге термосөмкенің термобақылауын, фотобақылауын өтуін сұрайды, неге түсінбеймін. Бұған дейін де бір уведомление жіберіп, ондай болмай ма сонда? Түсінбедім мен. Неге олай? Тағы да қазір термосөмкені фотобақылаудан сұрауымызды өтініп тұр. Негізі қазір енді Кичинуске барғасын өтетін боламыз. Қызыққа көрек, 2 тапсырыс орындадық. Екеуінде де жап-жақын жерлер. Қанша теңгеге таза табыс түскенін. 1511 теңге. Мана 705 теңге болды, қателеспесем. 701 теңге шықтыр болды. Сонда жап-жақын бір аралар. Мықты алыс емес, күшті. Жақсы. Кичинустен тапсырысымызды аламыз, сосын көреміз қай жаққа баратынымызды. Сағат қазір 7-ге 3 минут қалды. Жоспар бойынша бізде 1 сағат 3 минутымыз қалды. Неге? Жоспарлы слоттың аяқталуына. Фотобақылаудан өтіп қойдық. Енді қазір ең ұзақ тапсырыс осы сияқты өткен 4 шақырым менде. 12 минут көрсетіп тұр қазір. Абылқайыр даңғылына шығамыз қазір осы жерден. Содан келесі нүктеге дейін 4 шақырым бар. Жаңа 400 тапсырысты алдым ғой. Енді алғаннан кейін, клиентті әдден алғаннан кейін мынадай комментарий тұрды. Так, не могли бы попросить положить игрушку сеанс боб или скидывать, заранее благодарю дейді. Сосын енді алынды, оның лифтіге мінгеннен кейін барып біз көрдім ба ананша. Сосын қайттан бардым ана жерге. 4-ші қабатқа қайттан шығып, қыздарға администраторға шақырып. Клиент былай деп жазыпты, сондай бонус ретінде, әлде бір сыйлық ретінде бірдеңе беріп жатырмын едіңіздер. Жоқ, ондай жоқ дейді. Сосын мен алдында комментарий жаздым былай деп. Ал кісіге хат жаздым. Жаңа клиентке. Таки 1 километр 500 метров. Көріне ма? К сожалению, нету. Такое говорит администратор. Сосын көңілшіліңіз бұл ескі тапсырыстың мәліметі дейді, түсініктемесі дейді, яғни комментарий ескі дейді. Енді осы клиенттен кейін 4-5 минутта кешігіп барамыз енді баратын жерімізге. Бәрі клиенттің көңілі үшін. Осы тапсырыс соңғы тапсырыс сияқты ол соңғы қарағанда жарты сағат қалды. 32 минут кетіп жатыр. 28 минуттай бар жоспарлы слоттың аяқталуына. Егер оған дейін бір тапсырыс берсе, вот егер өтеді. Так. Сказал бедняк, дей ма не дейді? Так. Біз былай вот 4 тапсырыс орындадық, қазір 5-ші тапсырысты алып бара жатырмыз. 5-ші тапсырысты алып бара жатырмыз, ол міне Саламбурудан. Ары қарай қайыққа барамыз? Қазір Жұбанова дейді. Жап жақын негізі. Шамамен 2 шақырым ау деймін, айтпақшы, ертеңге жоспарлармен бөлісіп кетейін. Ертең мен жыл демалыс маған. Түстен кейін пойызға отырамын, жол ашамын сапарға. Ол бізде сапар қайда десеңіздер, жұмысқа, месторождениеге барамыз. Месторождениеге баратын боламыз. Сол жақта аудармашы жұмыста жоқ екен, сол кісінің орнына уақытша бір аптаға бара жатырмыз. 20-сынан 27-сіне дейін. Мана ішінде өзіміздің ішінара құжаттар дайындап кеткенмін. Бастықтардан рұқсат алу, анау деген сияқты. Енді ол жақта не істейміз деген не болса, таңертең планерге де отырамыз қытайлармен, сосын мысалы қытайларға переводтап береміз. Жиналыстан не айтылып жатыр деген сияқты. Сосын екінші мәселе өзіміздің жұмыс жасайтын боламыз бұйырса. Неге десеңіздер, өзімізге көп көңіл бөлеміз. Өйткені кеңседегідей жұмыс емес ол. Уақыт болғасын, ондай қатты кішкене болсын расслабить етуге болады бізге.
кеңседегідей не істеп қалмаймыз, шектеліп қалмаймыз. Мысалы таңертең кірдің, кешке бір шықтың емес сол жақта. Өзің қалаған уақытта шай ішуге болады, қалаған уақытта бұрылыңыз. тағы да басқа шаруаларды істеуге болады, мысалы кітап оқуға болады деген сияқты ше. Ең бастысы ол жақта да кеңсе бар, сол кеңседе отыру керек ең бастысы. Сол ол жақта қытайларды жақсы танимын. Андай көп нәрсе, көп көңіл бермейді, андай тек жұмысын істеп беріп отырсаң, берілген тапсырманы орындап беріп отырсаң болды. Жақсы жігіттер былай. Өздері шаруасы жоқ, кәдімгідей спокойно. Бағдаршамда 300 метрден Осы тапсырысты аяқтаймыз, содан кейін мүмкін индрайвер қосып алатжамыз. солға бұрылыңыз. Өйткені маған ақша қажет жоқ. Негізі кеше планшет сатып аламын деген жоспар болып еді. Онымен планшет сататын екі жігітте телефон алмай қалды. Біреумен 45 мың теңге келісіп қойып едім, телефон алмай қалды ғой. Біреумен 40 мыңға келісіп қойып едім, ол да телефон алмайды. Мен WhatsApp-тан жаздым, не болып барады, не болды дейді. Мен айтамын, мен сатып алайын тұрмын планшетіңді. Жотам десем, мен қалада емеспін, мынау, короче. Қазір звондап көремін, телефон атып көшемін, кәдімгідей. Шынымен де қалада емес сияқты былай. Негізі планшет сатып алып, үлкен планшетпен жұмыс жасағым келіп еді, білмеймін, бірақ болмайтын сияқты. Көреміз енді. Әдемі екен. Не? Да? Не, осы. Вообще қоямыз, ешкімге бөгет етпейді. Достар, тапсырысты аяқтады. Бізде 5 тапсырыс 4312 теңге шықты. Осыдан 12% алып тастайтын болсақ, ол 3794 теңге. Әрбір тапсырыс 900 теңге ма, сондай болып тұр ма? 5 тапсырыста тіпті одан аз болып кеткен екен ғой. 3794 теңге 12% алып тастаған жағдайда. Таза табыс бізде осылардан 3794 теңге. Болды. Индрайвер қосамыз қазір бұйырса. Сосын кішкене бір сағат 9-ға дейін ба, 10-ға дейін ба жүргіміз кетіп тұр. Мүмкіншілік болса, индрайвердегілер берсе тапсырыс.